Сәлеметсіздер ме? Менің есім Арғын. Мен Modern Teachers жобасының 3-ші курс студентімін. Сонымен, берілген есепте кіші тиынның радиусы RA, ал одан 3 есе үлкен тиынның радиусы RB. Кіші тиын үлкен тиынның айналасын толық айналып, бастапқы орнына қайта келу үшін қанша айналым жасайды? Ал үлкен тиын кіші тиынды айналғанда жасаған айналымдар саны қанша болады? Және осы екі нәтиженің қосындысы қанша деген сұрақ берілген. Бұл есептің жауабын айтпастан бұрын сіздер видеоны паузаға қойып өздеріңіз шығарып көрсеңіздер болады. Сонымен берілген есепті шығармастан бұрын сіздер ол есепті оңайлатып елестеткен шығарсыздар. Егер бұны біз былай қарастыратын болсақ, ең алдымен үлкен тиын мен кіші тиынның айналуына қарамастан бұрын екі тиынның өлшемдері бірдей деп қарастырып алсақ, оны экранда көріп тұрғанымыздай А және Б шеңберлері арқылы белгілесек, және Б шеңбері А шеңберін айналғанда былай айналды деп елестеткен шығарсыздар. Көріп отырғанымыздай, бастапқы орнын ауыстыру нүктесіне қайтып келгенге дейін Б шеңбері, яғни Б тиыны шынымен де бір рет орын ауыстырды. Және бұл ойлағандарымыз шынымен де логикаға сүйенген жақсы логикасы бар ойлауларыңыз. Себебі А шеңберін Б түзу деп қарастыратын болсақ, А шеңберін құрт түзу ретінде қарастыратын болсақ, Б шеңбері айналған кезде шынымен де бір айналым жасайды. Осыны ескере отырып, сіздер А шеңберінің радиусы 2 есе кіші болған кезде деп қарастыратын болсаңыз, онда Б шеңбері тек жарты рет қана айналады, яғни толық бір айналым жасаудың орнына тек жартысын ғана айналады. Ал соған байланысты, соответственно, Б шеңбері радиусы одан 3 есе кіші шеңберді айналғанда тек 1/3 айналым ғана жасайды деп елестетіп есепті шығарған шығарсыздар. Егер бұны тағы жалғастырып қарайтын болсақ, Б шеңбері бұл жолы Б шеңбері 2 есе кішірек болатын болса, А шеңберінен, радиусінен, онда көріп отырғанымыздай Б шеңбері А шеңберін 2 рет айналу керек. Егер 2 есе кіші болса, ал 3 есе кіші болса, 3 рет айналу керек. Бірақ шын мәнісінде шын мәнісінде Б шеңберін А шеңберінің сыртынан айналдырған кезде экранда көріп отырғанымыздай жағдай орын алады. Яғни Б шеңбері бастапқы орнына қайтып оралғанға дейін 2 айналым жасайды. Бұны сіздер өздеріңіз
Үйленсе аталып көрсеңіздер болады. Екі бірдей өлшемде тиынды алып, бір тиынды екіншісінен сыртынан айналдырып көрсеңіздер болады. Ал берілген есебімізге қарайтын болсақ, Б шеңбері А шеңберінен, яғни Б шеңберінің радиусы А шеңберінің радиусінен 2 есе үлкен болғанда, онда Б шеңбері үш айналым жасайды. Ал үш есе үлкен болғанда, яғни А шеңбері Б шеңберінен 3 есе кіші болған кезде, ал егер А шеңбері Б шеңберінен 2 есе кіші болғанда, онда Б шеңбері бір айналым жасаудың орнына 1,5 айналым жасайды. Және осындай жағдай егер 3 есе кіші болған кезде, онда тіпті 1,3-1 айналым жасайды. Және керісінше Б шеңбері А шеңберінен 2 есе кіші болған кезде, онда 2 айналым жасаудың орнына 3 айналым жасайды. Ал егер 3 есе кіші болған кезде, 3 айналым жасаудың орнына 4 айналым жасайды. Яғни қосымша айналым жасап кетеді. Көріп отырғанымыздай, бұл шынымен де ойға қонымсыз жағдай, бірақ қонымсыз көріп отырғанымыздай, бұл нәрсе ойға қонымсыз парадокс болып кетіп тұр. Бұндай парадокстарды вердикалық деп атайды. Енді бұл жағдай қалай орын алды деген сұраққа жауап іздейтін болсақ, жаңағы көріп отырған А мен Б шеңберін, яғни екі бірдей тиынның біреуінің екіншісінің сыртынан айналған жағдайда осындай көрініс орын алады. Бұл кезде Б шеңбері А шеңберін айналған кезде А шеңберінің ұзындығын айналып жатқан жоқ. Қосымша ол ұзындыққа Б шеңберінің өзінің ұзындығы да қосылып кетіп тұр. Яғни Б шеңбері А шеңберін емес, осы А мен Б шеңберінің арасын қосатын радиустардан пайда болған жаңа шеңбердің ұзындығын айналып өтіп тұр. Соның нәтижесінде Б шеңбері бір айналым емес, 2 айналым жасап тұр. Оны басқаша былай қарайтын болсақ, шынымен де көріп отырғанымыздай, осы кесіндінің, яғни пайда болған жаңа шеңбердің ұзындығының жартысын өткенде Б шеңбері бір айналым жасайды. Ал толық өткенде шынымен де айналдырғандай 2 айналым жасайды. Бұны басқа шада қарастырған кезде, басқа жағдайларда да көріп отырғанымыздай толық сәйкестеніп жатыр. Айналымдар саны бірдей.
Ал енді есебімізге қайтып оралайық. Есеп шарты дәл сондай. Ал енді есебімізге қайтып оралсақ, есептің шарты ал енді есебімізге қайтып оралсақ, есептің шарты RA ал енді есебімізге қайтып оралсақ, есептің шарты кіші шеңбердің радиусы RA және одан 3 есе үлкен тиынның радиусы RB-ға тең, яғни RB тең 3RA. Енді кіші тиын үлкен тиынның айналасын толық айналғандағы айналымдар санын қарастырсақ, бізге белгілі жаңағындай кіші тиын немесе үлкен тиын бір-бірін айналған кезде олар қоса өтетін қашықтықтан тағы қосымша бір айналым жасайды. Яғни қалай? NA бұл кіші тиынның үлкен тиынның сыртынан айналғандағы айналым саны. Ол кіші тиын осы айналым жасаған кезде үлкен тиын мен кіші тиынның радиустарын қосқандағы қашықтықты өтеді. Яғни мына жерде бөлшектің бөлімін жеке-жеке бөліп қарастырса болады. Сонда RB бөлінген RA қосылған 1 болады. RA бөлінген RA тең 1. Ал бізде RB дегеніміз белгілі 3RA-ға тең. Яғни қайтадан қысқарып кетеді. 3 қосылған 1 қалады. Тең 4. Бұл кіші тиынның үлкен тиынды айналғандағы айналымдар саны. Ал NB деп үлкен тиынның кіші тиынды айналғандағы айналымдар санын іздейтін болсақ, қайтадан RA қосылған RB бөлінген, бірақ бұл жерде бөлімінде RB. Себебі үлкен тиын кіші тиынды айналып тұр. Нәтижесі RA бөлінген RB қосылған 1 тең. Қайтадан RB-міз 3RA-ға тең, яғни 3RA екеуі қысқарып кетеді. Қосылған 1 тең 3-тен 1 қосылған 1 тең 3-тен 4 немесе 1/3-тен 1. Сонда 3 есе үлкен тиын кіші тиынды 1/3-тен 1 айналым жасап өз орнына қайтады. Енді осы екі мәнін қосындысы бұл бізде 5/3-тен 1-ге тең. Немесе бір айналым осы екі тиын бірдей айналғандағы екеуінің жасайтын айналымдар саны. Яғни біз жаңа қарастырғандай NA дегенде кіші тиынымыз үлкен тиын дөңгелекті үлкен тиынды айналған кезде ол тек қана 4 айналым ғана жасап қоймайды. Сонымен қатар сол кіші тиынмен бірге үлкен тиынды кіші тиынды айналып тұр. Және оның жасайтын айналымдары 1/3-тен 1-ге тең. Сондықтан да осы екеуінің қосындысы екеуінің бір-біріне айналғандағы айналымдар санына тең.